Рұқсат болса, құрметті қонақтар, бір орындарыңыздан тұрсаңыздар, біз бүгінгі кешіміздің басты кейіпкерлерін қарсы алайық ардақты ағайын. Мінекей ағайын, біздің ару қызымыздың ақ жүрегін алақанына салып, қанына біткен қайсарлықпен, алатаудай арманын аласартпай, тағдыр толқынына талыстай кеудесін төсеп, төбе емес, толағай тауға төстеп келе жатқан кеу жігітіміз алдымызда тұр. Ал кеу бала, жігіттің үш жұрты болса, үш бірдей тіреуі болар. Өз жұртыңмен нағашы жұртыңның үмітін арқалап, қайын жұртыңадай келіп қалдың. Қадамыңа гүл бетсін, пайғамбарымызда кеу баласын сыйлаған. Бізде сол мұсылманшылығымыздан аттамай, өзіңді төрімізге шақырамыз. Жігіт бола ма? Есіктен кіріп, төрге озбай дейді атам қазақ. Ал төрлеті ғой ендеше. Ал ағайын, кеу балаға деген қошеметті көрсетейік. Жеткен күнің бүгінді, өзім айтқан сөзқан жарыңа. Екі жасқа ұсынамыз ағарған, ағарғанмен жолың ақтай тазарған. Ісің де ақ, жолың да ақ болсын деп, ақ ішкізу, ақ тілек болып саналған. Ал ендеше, ата-анасының өкілеген үміттерін ақтап, үлбіреген өкілі сұлуын қолына қондырып, болашаққа аттанып бара жатқан екі жасқа өмір жолдары ашық болып, көз тимесін деп үкіт ағамыз ағайын. Ал кеу бала, мына ақ жібек орамалға қолыңды тосып, қалыңдығыңның шашын сипа. Бірі-бірінің алдарында арларың осы ақ орамалдай таза болғай. Енді міне, құсыңды мәңгілік қолыңа қондыру үшін осы ақ жібек орамалмен қолдарыңды ұстатайын. Махаббаттарың дәл осы ақ жібектей пәк болғай. Лүпіл қағып, түрәне жүректері, шығармай толқынысын жүректегі. Мәңгілі қол ұстасып өтіңіздер, ақталсын сол атана үміттері.
шуласып өтіңдерші тай құлынша, берілмей келіп кетер қайғы мұңға, қатарласып жүзіңдер мәңгі бақи, қосақ қудай өмірдің айдынында. Бүгін той тұлман, бақыт оттың жандырған, сыйым осы менің шашу ән жырдан.